В мире около 200 миллионов человек сегодня не могут найти работу. На этом фоне ситуация в Казахстане выглядит благополучно, но мы должны быть готовы к любым сценариям развития глобального рынка. Қазақстан тәуелсіздіктің 30 жылында әлемдік экономикадағы 3 ірі дағдарысты бастан өткерді. 30 жылда бұғанасы бекіп, қабырғасы қатып, еңселі елге айналып алған еліміз үшін қай дағдарысты болса да еңсеру аса қиынға соққан жоқ. Әсіресе жұмыссыздықпен күрес Қазақстан билігінің күн тәртібінде тұрды. Әлі де тұр. Алайда сонау тәуелсіздік алған жылдардағыдай жоғары көрсеткіште емес. Түрлі жұмыспен қамту, бизнестің жол картасы, қарапайым заттар экономикасы сияқты мемлекеттік бағдарламалардың арқасында кәсібін ашып, оны дөңгелетіп отырғандар қатары артты. Соның арқасында жұмыссыздық едәуір азайып, үйінде отырған жұрт екі қолға бір күрек тапты. Нұр-Сұлтанда алдағы уақытта кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы аясында 23 мың жұмыс орны ашылмақ.